Баршаңызға сәлем. Есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен бірге осындай бір керемет етсіз котлет жасаудың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді және жылдам дайын болады. Видеомды соңына дейін қарап, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Және де видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Өте дәмді және жылдам дайын болатын тағам. Бұл тағамды дайындау үшін маған 200 грамм гречка қажет болды, және картоп 3-4 штук, сосын пияз, жұмыртқа, чеснок. Мен картопымды пісіріп, пиязды қуырып, алдын ала бәрін дайындап алдым. Гречканы да қайнатып пісіріп аламын. Сосын осы чеснокты майдалап турап, гречканың үстіне салып, картоп езгішпен осылай езіп, картопты да гречканың үстіне қосамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Осылай араластырып алып, енді үстіне жұмыртқаны, сосын дәміне қарай тұз, қарабұрыш қостым. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қарабұрыш. Егерде дәмдеуіштер қосқыңыз келсе, қандай дәмдеуіш сізге ұнайды, сол дәмдеуіштің кез келгенін қосып жасасаңыз болады. Және де жаңа қуырып алған пиязымды қосып, жақсылап осылай араластырып аламын да, енді котлеттің формасына келтіріп, котлет жасап аламын осылай. Достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Енді кезекте котлеттерімді осындай қызып тұрған майға қуырып алатын боламын. Екі жағын қызартып, әдемілеп қуырып аламын. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Мінекей котлеттерім дайын болды. Енді бұның гарниріне жаңағы макарон, күріш жасасаңыз болады. Өте дәмді, сочный болып, әдемі болып пісіп шығады. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осылай менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіз. Асыңыз дәмді болсын.